Совет үкіметі тарап әрбір республика жік-жікке бөліне бастаған сәтте қазақ жігіттерінің ішінен суырылып шыққан Сабыр Мүсілімұлы көпшіліктің назарын аударды. Оның келбеті сұсты, екі иығына екі кісі мінердей қапсағай денелі азамат еді. Және де ең бастысы сөзіне берік болды. Бұл нағыз азаматқа тән қасиет еді. Ол оңтүстік Қазақстан облысында туды. Сол кездері Қазақстанда халық саны көп, ең үлкен облыстар Алматы мен оңтүстік Қазақстан еді. Басқа өңірдегі ірі қылмыстық топтар жиналыста Сабырды оңтүстік өңірге жауапты етіп тағайындады. Яғни, осындағы ұшқан құс, жүгірген аң Сабырға есеп беруі тиіс болды. Осылайша Сабыр оңтүстікті өз уысында ұстады. Өңірде туындаған мәселелердің бәрін Сабыр өзі ың-шыңсыз шешіп отырды. Нәтижесінде Сабыр Қазақстандағы ең ірі авторитеттердің біріне айналды. Тек оңтүстік емес, республикалық деңгейдегі біраз мәселелер Сабырдың араласуымен шешілетін жағдайға жетті. Әр жігіт қолынан келгенін істесе өзінің ауылы үшін, біздің бүкіл Қазақ Республикасы өзінің дегеніне жететініне мен толық сенемін. Сен жанбасаң, мен жанбасам, кім жанады лапылдап. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, кім жанады лапылдап. Әр жігіт өз ауылы үшін қолынан келгенін істесе, біздің бүкіл Қазақ Республикасы өз дегеніне жететініне мен толық сенемін дейді Сабыр. Кезінде Сабырмен талай дастархандас болған, бірақ есімін атаудан бас тартқан танымал қазақ режиссерінің айтуынша, Сабыр жетім мен жесірді жебеді, қарттарды демеді. Сол уақытта өңірдегі жұмыссыз тұрғындарға жұмыс тауып беріп, жағдайларын жақсартуға көмектесті. Шымкенттің шетінде кәрістер пияз егетін. Бірақ жұрт олардың пиязын ұрлап, одан қалды жазда су бермей қойды. Кәрістер кейін жиған өнімдерін сата алмай әбден шығынға батты. Міне сол кәсіпкерлердің басын қосып Сабыр жиын өткізді. Нәтижесінде қазақ жігіттері шаруаларды ұры-қарыдан қорғаштап, бірге еңбек етеді. Жыл соңында шағын алқаптан 3 КАМАЗ пияз жиналды. Бір КАМАЗды кәсіпкер өз алды. Екінші КАМАЗ қарауыл болған жігіттерге берілді. Үшінші КАМАЗ ауылдағы жетім жесірлерге таратылды дейді режиссер. Ал кезінде Бауыржан шоу әзіл-сықақ театрын ашқан Бауыржан Ибрагимов қылмыс әлемінің сардары Сабырмен қатар жүрген кезін сағына еске алды. 1990 жылдары менің жарқырап шығып жатқан кезім. Сол кезде Сабыр бастаған жігіттер мені тойлар мен қызықшылықтарына шақыратын. Олардың жанында қорыққандықтан немесе бір ісіне қатысым болғандықтан жүрген жоқпын. Бір көргенде ішің тартып тұратын жақын адамдар болды. Арғы жағындағы тірліктерін білмеймін. Бергі жағындағы дүниеде керемет, тамаша жігіттер еді. Бәке деп өліп қалатын. 1993 жылдары Шымкентте театрда ашып барғанымда Керім деген жігіт болған. Шымкенттің жігіттерінің атынан біздің театрға бір Жигули атады. Олар ұлтшыл жігіттер еді. Өкіметте заң болғанымен өкіметтің өзі істей алмайтын тірліктер бар. Өзге ұлттар басым сынған жағдайда олар қолдап қорғады дейді Бауыржан Ибрагимов. Ал мәжіліс депутаты Қазыбек Иса Сабырмен қалай таныстыққаны туралы былай дейді. Сабырмен Шымкентте жүргенде жолығып қалып жүрдік. Алғаш ол өзі келіп жолықты. Өзі қап-қара шашы бұрқыраған, келісті келген, екі иығына екі кісі мінгендей ұзын бойлы еді. Сол кезде сәнге айналған ұзын етекті былғары қара плаш оны тіпті зорайтып көрсететін. Бұл кезең Алматыдан бастап, әр қалада митингілер пайда болып, ұлттық мәселелер көтеріліп, әділдік іздеген жиындар жиі болып жатқан кез еді. Менің ұлттық мәселелерді көтеріп жүрген, атым шығып қалған ақын журналист екенім әсер еткен шығар, Сабыр маған құрметпен қарап жүрді. Мен өзім қысылып қалатынмын даңқты батырдың ондай ықыласына. Сол кезде Шымкентте облыс басшыларына жекешелендірудегі былықтар, сыбайлас жемқорларға қарсы күресіп жүрген белгілі саясаткер кәсіпкер Өмірзақ Мелдеханов ағамыздың кеңсесінде жолығатын едік. Көбінесе ол сол жерде болатын, мүмкін істейтін. Әділдік іздегендердің бәрі осы кеңсеге келетін еді дейді Қазыбек Иса. Расында да Сабыр ұлжанды азамат еді. Ол ақын жазушыларға қатты құрмет көрсетті. Себебі ақын жазушылар билікке елдің жанайқайын жеткізетін дәнекер жандар болатын. О декабрьских событиях в Алмате 86 года. Девушек избивали дубинками, кирзовыми сапогами. Сабырға деген халықтың ықыласы соншама, ол түрмеде жатқанда сыртынан оны облыстық мәслихатқа депутат етіп сайлап жіберіп қызық болған еді. Қарсыласының өзі оңай адам емес еді.
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында болған мұндай оқиға бұрын соңды болған ба, болмаған ба білмедім. Ол кезде қазіргідей емес, алғашқы демократиялық кезең, сайлауда әділдік бар еді. Кейін облыс басшылары қатты сасып, қырғын болып, ақыры түрмеде жатқанына сілтеп, мандат бермей қойды. Яғни сол кезде халық Сабырды қатты құрметтеп, оны мәслихат депутаты етіп сайлап жіберген. Ал депутат деген халықтың биліктегі өкілі еді. Бірақ Сабырдан қорыққан биліктегілер оны қайтадан орнынан алып тастайды. Егер Сабыр депутат болып жұмыс істегенде көптеген мәселелерді шешіп, жемқорлықты жояр еді десек болады. Сабырдың тік мінезінен шенеуніктер қатты қорқып, оны әкімдікке жолатпауға тырысты. Бірде бір мәселемен облыстық сотқа бірге бардық. Сонда екеуміз оның бастауымен ұлттық мәселелер, қазақ тілінің ауыр халі жөнінде көп әңгімелесіп, ұлтшыл, намысшыл, қайсарлығына және жан-жақты білігіне қатты риза болған едім. Ауырып, жүдеңкіріп жүрген кез еді ол. Соның өзінде оның жиында болғанның өзі үлкен сес беріп тұратын. Кейін қайтыс болғанын естідік. Түрмеде жатқанда жұқтырған ауыр кесел ақыры алып тынғандай дейді Қазыбек Иса. Көріп отырғанымыздай, Сабыр Мүсілім өмірден өткенше мысы басым болды. Оған ешкім қарсы беттеп келе алмады. Ол қамауда жатқанда түрменің сыз едені, суық ауасынан ауру жұқтырып, қатты жүдеп кетті. Көпшілік Сабырды түрмеге әдейі жапты деп айтады. Себебі Сабыр биліктегілерге өз қарсылығын көрсетіп, көптеген тірліктерін болдырмай қойды. Бірақ Сабыр Мүсілімұлының да көптеген әрекеті заңға қайшы болды. Сабырдың даңқының асқақтауы қарсыластарына ұнамады. Полицейлер де оның артынан ұзақ бақылай бастайды. Ақыры полициямен тіл табыса алмаған азаматқа 9 түрлі бап бойынша айып тағылғанымен бірі дәлелденбейді. Соңында көлігін тінту кезінде қолдан жасалған пышақ табылып, суық қару сақтады деген айыппен 3 жылға түрмеге қамалды. Темір торда отырып кейін босап шыққан соң ұзақ науқастан Алматы қаласында көз жұмды. Яғни Сабырға қысастық жасалды. Оны барлық қарсыласы қысты. Барынша сындыруға тырысты. Бірақ оның өр рухы барлық қиындыққа төтеп берді. Қазір танымал актер Тәуекел Мүсілім Сабырдың ұлы. Тәуекел әкесі жайлы былай дейді. Бала кезімде ата-анамыз ажырасып кетті. Мен анамның қолында Алматыда қалдым, ол кісі Шымкентте болды. Анам әкеммен араласуға қарсы болған жоқ. Әкеммен 3 ай ғана жақсы араластық. Мен 9 сынып оқып жүргенімде әкемнің қасында 3 ай болдым. Мен өзімді әкеме ұқсаймын деп айта алмаймын. Әкем көркем сөйлейтін, тілге шешен. Өнерді, поэзияны жаны сүйді. Маған үнемі жақсы оқы дейтін. Менің кей жерде тосылып, айтар ойымды жеткізе алмай қалатын жасық мінезім бар. Әкеме ұқсаймын деп айта алмаймын. Мүмкін әке тәрбиесін көріп өскенде басқаша болар ма едім дейді Тәуекел Мүсілім, және ол әкесін не үшін билік жақтырмағанын түсіндірді. Әкем мен достары билікке қарсы шыққан жоқ, биліктің кей көзқарасына келіспеді. Олар елді тонамады, елге қамқоршы болғысы келді. Мұндай азаматтар әр заманда керек. Ұлтаралық тәртіпті ұстап тұрған сол кісілер еді дейді Тәуекел Мүсілім. Тәуекел Мүсілімнің әкесі обыр дертіне шалдыққан екен. Оны әрдайым сау күйінде көрген актер Шымкентте ауырып жатқан әкесін танымай қалыпты. Университеттің 4-ші курс бітіретін кезім. Ол кезде дипломдық жұмысқа дайындалып жаттым. Диплом қорғауға 1 апта қалғанда әкемнің інісі хабарласты. Ол кісі, әкелерің ауыр халде жатыр, келіп кетіңдер деді. Әкемді әрдайым дені сау кезінде көріп үйренгенмін. Ол кісі обыр дертімен ауырған еді. Сол жолы Шымкентке барғанда әкемді мүлдем танымай қалдым. Бойы шөгіп, арықтап кетіпті. Көзім үйренбеген соң мүлдем танымадым деді актер әкесімен соңғы рет көріскен сәтін есіне алып. Осылайша қазақтың алып тұлғасы өмірден өтті. Оның қазасына бүкіл қазақтың қабырғасы қайысты. Және де қылмыс әлеміне Қаныбектің есімі жиі аталды. Халық Қаныбекті де ерекше жақсы көреді, оны Қанеке деп сыйлайды. Оның Ұзынағаштағы ерлігін ел әлі ұмыта қойған жоқ. 90-шы жылдары Ұзынағашта Кавказ халқы билеп төстемек болды. Олар өте қаты кезеді. Олардан полицияларда ағатын заман еді. Сол кезде Қаныбек олардан қорықпай, басын бәйгеге тікті. Ол қасына жүрегінде түгі бар жігіттерді жинап, Кавказ халқының бұзақыларына қарсы тойтарыс берді.
Оның соңы қан төгіскен үлкен қырғынға жалғасты. Нәтижесінде Қаныбек бастаған жігіттер жеңіске жетіп, қазақ ағайынға еркіндік сыйлады. Қаныбектің әмірі Алматы облысында жүріп тұрды. Ол қазақ кәсіпкерлерін өз қорғауына алып, өзге ұлттарға тигізбеді. Бірақ ешкімге бас имей, өз дегенмен жүретін Қаныбек қарсыластарына ұнай қоймаған. 1996 жылы 17 желтоқсанда достарымен отырған Қаныбекті белгісіз топ бірнеше жерінен тапаншамен атып, жер жастандырған. Сол күйі Қаныбекті кім өлтіргені табылмады. Біреулер оны биліктің өзі өлтірді десе, енді біреулер кавказдықтар кек алды деп болжайды. Бірақ Қаныбек ел есінде батыр болып қалды. Қаныбек туралы ақпарат өте аз. Себебі Қазақстан билігі 90-шы жылдардағы қылмыс әлемінің серкелері туралы ақпараттарды барынша жасырып ұстап қалды. Олар туралы көптеген деректер жойылып кетті. Қазақстанның тәуелсіз ел болып үйсуына 90-шы жылдардағы осындай батыр азаматтарымыз да атсалысқанын ұмытпауымыз керек. Біреу білер, біреу білмес ақын Есенқұл Жақыпбек ағамыздың, біздің елдің жігіттердің төресі Қаныбек, Сары Алмас, Бақа сияқты ағаларымызға арналған. Есенқұл Жақыпбек ағамыздың Қаныбекке арнаған өлеңі де бар. Суыққа да түсіп көрген Қаныбек, ыстыққа да түсіп көрген Қаныбек, астындағы жалғыз атын жаяуға алып түсіп берген Қаныбек. Мақтағанға тіл жетпейтін Қаныбек, ақтағанға сын жетпейтін Қаныбек. Өміріңді сатып алсақ Алладан, бір күніңе құн жетпейтін Қаныбек. 1000 жылда жалғыз рет туылып, бұл өмірден күнде өтпейтін Қаныбек. Асқақтығын рухының өлшеуге, аспандағы шың жетпейтін Қаныбек. Екі дүние, о жақ пенен бұ жақта, есімізден бір кетпейтін Қаныбек. Қазір ондай азаматтар жоқ. Қазір заман басқа. Қазіргі батырлар білімді жастар екенін ұмытпау керек. Білімді жастар көп болса, бізде басқа елдер сияқты автомобиль, телефон, ноутбук шығарып, ғылыммен озатын боламыз. Себебі білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.